Осы мәселе туралы айтсам ба, айтпасам ба деп көп оқталдым. Бірақ жақындарыма да, құрбыларыма да, тіпті күйеуімнің өзіне де айта алмайтын сырым менің жан жарама айналды. Күйеуім менен 17 жас үлкен. Алғаш үйленген жылдары жас айырмашылығымыз еш байқалмайтын. Қайта неғұрлым үлкен болса, соғұрлым отбасымыз берік болады, түсіністікте ғұмыр кешеміз деп ойлап, солай болғанына қуанған едім. Шынында да екеуміз бір-бірімізді қабағымыздан ұғамыз. Ешқашан бет жыртысып, ұрсысып, қатты сөз айтысып көрмеппіз. Күйеуімді қатты жақсы көрем. Бірақ арамызда бір шешілмейтін мәселе бар. Сол мені іште қинап жүргелі көп болды. Ашып айтуға ұялып-ақ отырмын. Бірақ ақыры бастаған соң айтқанымда дұрыс шығар. Мәселе екеуміздің жақын қатынасымызға қатысты. Менің жасым 30-дан жаңа асты, ал жолдасым 50-ге таяп қалды. Қазір оның төсектегі қажеттілігі менің қажеттілігіммен сәйкес келмейді. Қатынасымыздың арасы тым ұзап кеткен кезде менің жүйкем жұқара бастайды. Ішкі сырымды ешкіммен бөліспеген соң ба, оңашада көз жасымды төгіп аламын. Сөйтсем, жеңілдеп қалатындаймын. Әр нәрсеге ашуланып, қабағымды ашылмай қояды. Қанша солай жасамайын десем де, үнемі еркімнен тыс солай болады да тұрады. Тіпті өңімде аңсаған нәрсені түсімде көретін болдым. Өмірдің қызығы сол ғана ма, онсыз да қызық тірлік кешуге болады ғой деп өзімді қанша алдаусыратуға да тырыссам да болар емес. Ақылым көнгенмен ағзам көнгісі келмейді екен. Ол маған өкпешілсің деп кінәлайды. Сондайда барлығын ашып айтқым келеді. Көңіліне қаяу салып алам ба деп қорқам. Өз-өзіммен арпалысып жүріп, осы қиындықтан қалай құтылуға болады деп шығарға жол іздедім. Ғаламтордан сексті не алмастыра алады деп біраз іздедім. Спортпен айналысу деп жазып қойыпты. Сүйікті ісіңмен шұғылдан, күлкіде ем деген сияқты бірнеше кеңестерді көрдім. Сосын сол кеңестерге құлақ түріп, бір қатарын шамам келгенше орындап жүрмін. Дегенмен, мәселенің шешімі толық табылды дей алмаймын. Менің жақын араласатын құрбымның бірі өзінен 28 жас үлкен ер адамның 3-ші әйелі болып отыр. Бірақ олар бірге тұрмайды. Құрбыммен екеуміздің өмірге деген көзқарастарымыз әртүрлі. Ол өзіне барлығына материалдық тұрғыда баға береді. Ал менің танымым мүлде басқа. Бірде мүмкін менің басымдағы жай оған да таныс шығар. Бәлкім құрбым бір кеңес берер деген оймен мәселенің шет жағасын айтып көріп едім. Ол маған бірден: "Сен қызық екенсің. Сол үшін өз-өзіңді неге қинап жүрсің? Одан да менің айтқанымды тыңда. Мені бір адамға ғана қарап жүр дейсің бе?" Оның өзі қазір 60-та алқымдап қалды. Жұмыс орнымда өзім қатарлас жігіттер көп. Ішінде мені ұнататындар да бар. Солардың ішінде өзімнің де көңілім кетар емес болып жүрген бірімен жолығып қоямын ара-тұра. Ол басқа әйелдеріне барғанда мен жалғыз соған қарап отыра беруім керек пе екен? Оның үстіне мен жаспын. Оны ұзақ күтіп жүре алмайды екенмін, деп ақыл кеңесін айтты. Онымен қоймай, танысамын десең, бізде небір мықты жігіттер бар. Таныстырайын дегендей ұсынысын білдірді. Оған сырымды ашқаныма өркініп қалдым. Тіпті соңында ол мені түсінбей тұрғандай қорлап отырғандай сезіндім. Мен ондай кеңестерді қажетсінбеймін. Егер тыңдай берсем, нәпсімді жеңе алмай қалуым да мүмкін ғой. Сосын бұдан былай сырымды айтуды қойдым. Ол маған қандай жол меңзесе де, ар жолынан аттамайтыныма сенімдімін. Енді барынша ер адамның күш-қуатын арттыратын, қабілетін шыңдайтын әдіс тәсілдермен өмір салты туралы көбірек ақпарат алуға тырысып жүрмін. Тапқан мәліметтерімді әңгіме арасында күйеуіме жайлап жеткізіп қоям. Бұрын оны менің күйім қазіргі менің мүмкіндігі неге мазаламайды деп ішімнен ренжіп жүруші едім. Қазір байқасам,
Ол да өзінің осындай күйіне қиналатын болу керек, бірақ маған білдірмейтін сияқты. Қазір демалыстарда жайлауға барып, атқа мініп, қымыз ішіп, біраз демалып келеді. Қалаға келген соң да мүмкіндігінше бассейнге жүзуге барып, арасында стадионда да жүгіріп те келеді. Сол кезде осының бәрін екеуміздің жеке қатынасымызды сақтау үшін, оған сызат түсірмеу үшін жасап жүр ғой жаным деп елжіреп жүрегім ауырып кетеді. Осы жазбаларымды тыңдап отырсаңыз, пайдалы кеңес айтатын адамдар болса, кәдеме жаратуға дайынмын. Мүмкін кәсіби мамандар, психология саласының майталмандары ой қосса, тіпті қуанар едім. Әзірге бар қолымнан келетіні, Алла тағаладан екеуміздің мүмкіндігімізді теңестіре көр. Шайтанның азғыруынан сақта. Өмірімнің соңына дейін адал жар болуға нәсіп ете көр деп тілеп жүру ғана қолымнан келеді. Басқа не істерімді білмеймін. Құрбым сияқты күйеуімнің көзіне шөп салайын десем, оған арым жібермейді. Және мен күйеуімді қатты жақсы көремін. Енді ақыл кеңестеріңізді қосып кетіңіздерші, өтініш.